Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз мясо по-тайски жасап үйренеміз. Бүгінгі біздің мясо по-тайски еместің ең бірінші рисін пісіріп алайық. Ол үшін бізге екі тостақ кесе деп айтсақ та болады, рис қажет болады. Осыны жақсылап жуып, бірінші жуып алайық. Рисімізді пісіру үшін біз ең бірінші ыдысымызды қыздырып алдық. Осыған су майымызды құйып аламыз. Су май бір 50 граммдай су май жетіп қалады. Енді осыған жуылған рисімізді салып аламыз. Рисімізді жақсылап араластырып алайық. Рисімізді ыстық майға, қуырылып тұрған ыстық майға салсаңыздар, ристеріңіз бір-біріне жабысып қалмайды. Енді үстіне тұзын салып, суымызды құйып, бұқтырып қоямыз. Тұздың қажеті жоқ. Бір чайный ложка тұз болса жеткілікті. Енді осының үстіне 2 кесе су қоямыз. Мінекей, осындай кесемен 2 кесе су қойсаңыз болады. Енді ристеріңіздің мөлшеріне де қарайсыздар ғой. 2 кесеміз толып кеткен жоқ. Рисіміз енді ары қарай күрішіміз пісе береді. Біз енді көкөністер мен етке кірісеміз. Мінекей достар, біздің бүгінгі кешкі асымызға, яғни мясо по-тайскимызға керек 1 килограмм ет, бәсәй 40 қабаты керек, қиярымыз керек, 2 қияр, чесногымыз, сәбізіміз, 2 болгар переці, 1 жуамыз қажет болады. Енді осы көкөністерімізді жақсылап тазалап алайық, сосын ет тұруға кірісейік. Ал онда достар, бірінші бәрін көкөністерімізді тазалап алайық. Көкөністерімізді тазалап жуып алдық. Енді етімізге кірісейік. Етімізді мынандай кусоктармен бөлеміз. Тонкий етіп кесіп аламыздағы етімізді. Сосын қалайға ұзынан. Осыны ұзын кусоктарға бөлеміз. Етімізді. Мінекей достар, қараңыздар, біздің күрішімізді дайын болды. Ары қарай қазір не істейтінімізді көрсетемін. Бірінші етімізді буып алайық. Сосын бірге тамшылаймыз бәрін. Мінекей сковородкамыз қызып тұр. Осыны 100 грамм майымызды құйып аламыз. Етімізді жуып алып, етімізді саламыз. Етімізді қуырамыз. Жауып қойып, қуырып алайық етімізді.
турылғанша жуамызды туралайық. Жуамызды ортасынан бөліп, осындай мөлшерде тураймыз. Етіміз қуырылып жатыр. Енді осы етіміздің үстіне тұзды салып, соямызды құйып, ары қарай тағы да қуырамыз. Жуамызды турап алдық. Тарелкамызға салып алайық, пока етіміз қуырылып жатқанша. Содан кейін келесі сабызымызды турап алайық. Сабызымызды былай турамыз. Осындай үш бұрыштағы үш бұрыштан турап аламыз. Сәбізімізді турап алдық. Енді келесі етімізге лугымыз бен сәбізімізді саламыз. Етімізге соямызды құйып турап алдық. Тұзымызды салдық. Енді келесі жуамызды саламыз. Үстіне сразу сәбізімізді салсаңыз болады. Şimdi aralastırıp olsun. Şimdi kurulsun. Alayım. Diyoruz. Kapağını çalıp. Ары қарай бізге мына бассей жапырақтарымыздың қалың жері ғана керек. Жұқа кедер керек емес. Осыны. Бассейнімізді осылай турап аламыз. Мінекей жуамызды етімізді жақсылап қуырып алдық. Енді томатымызды салайық. Қызанақ басымыз дейді. Қызанақ басымызды бір ас қасық қызанақ басымыз саламыз. Жақсылап араластырып алып, осының үстіне енді бассей жапырағымызды саламыз. Енді осыны жақсылап араластырып. Енді келесі достар, чесногымызды тураймыз. Қиярымызды туралайық, перецімізді, балдар перцімізді бәрін туралайық. Бұларды қатты қуырмаймыз, слегка қуырамыз. Ең бетіне салынатын көкөністер. Балдар перецімізді осындай бөліктеп тұрамыз. Келесі бізде қияр. Қиярымызды қалайына тұрамыз.
Бассейнімізді, сәбізімізді, жуанымызды бәрін салып қорып алып, келесі чесногымызды салайық, сарымсағымызды. Одан кейін болгар перецімізді саламыз. Және ең соңғы етіп қиярымызды саламыз. Осының бәрін салып алып, бір араластырып, крышкасын жауып, 5 минутқа қойып қоямыз. Түрі енді керемет болып тұрады. Орында қосыла кішкене енді су қосамыз. Бір кеседей су қосамыз. Крышкасын жауып, кішкене қойып қояйық. Мінекей достар, мына біздің гарнирға рис бүгін бізде. Енді осы рисқа кукурузамызды саламыз. Кукурузамызды салып, араластырып алайық. Бұл біздің бүгінгі гарниріміз болады. Мінекей гарниріміз дайын. Енді осыны начинкамызды саламыз. Суын сосын мынандай қызанақтан турап зелень қосып алып, осыны да шетінен салат ретінде қосамыздар. Астарыңыз дәмді болсын.